бір кісі айтады, күй деген ана тойда ана ет алып келген кезде әкелетін музыка ма дейді. Төрде болған жақсы көремін. Келіншегіммен бір ай ал қалада болған жоқпын да. Келіншегім үйде ойлашы, басқа елдің қызы да ол. Африкадан алып келген. Көмек сұрауға қорықпау керек. Сен дұрыс жігіт болсаң, дұрыс әке болсаң, үйдің ішінен шықтық қой. Көп өзгеріс болды. Тек мен емес, мен қазір сезім, жалпы қоғамда бір обновление болды да. Жолдасың естіп қалмасын. Жылама жаным әні. Оны шығып сөйлесіп жүр. Салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргейміз жаным. Қаншайымым ау, жүрегімменен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды мен жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің төрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді өлмесін деген. Қаншайымым ау, жүрегімменен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Қаншайымым ау, жүрегімменен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Лалай 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 Қоймасаң да. Қош келдің. Қош. Ғаділбек. Қош көрдік. Қалайсыңдар? Бүгінгі Sensation подкастымыздың қонағы. Керемет көңіл күй сыйладың. Sensation деп естідім. Мен Sensation ба, Sensation? Sensation деген неден пайда болды? Негізінде музыканттардың арасында Jam Session деген кештер бар ғой. Соның арасында Sensation деп атын қойды ғой. Еркін форматта. Еркін форматта сен және өзің туралы. Session ол деген бітпейтін музыка. Сондықтан достар, бүгінгі біздің қонағымыз керемет дауыс иесі, автор, музыкант және де өнердегі тамаша әңгіме қой адамдардың бірі, ол Ғаділбек Жаңай. Мұна сөздің күшті екен, әңгіме қой деген. Әзіл қой деген естейді, әңгіме қой. Мен негізі жаңа подкаст басталмай тұрып, жігіттерден сұрағам, собеседник қалай еді қазақшасы? Әңгіме қой. Әңгіме қой екен. Да? Әңгіме қой. Сізде жақсы әңгіме қойсын негіз. Сондықтан сізге үлкен рахмет келгеніңіз үшін. Жаңада мен сұрақ қойып жатырмын, сен дейін ба, сіз дейін ба, қалай екен десе де Ғаділбек аға демей ақ қойын. Бірақ та сіз менен үлкен екенсіз, бірнеше жас.
және де біз жерлес екенбіз. Иә. Адылбек, сіз Ақтау жақтансыз, иә? Иә, Ақтаудан. Шетпе дейтін аудан бар. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы бар. Мынаны былай қарай артқа алып кетейік, микрофонға. Ақтап па? Иә, микрофонға кезер келтіреді. Сол, туған жерім Онды деген ауыл, кішкентай төбе. Тау, бізге тау енді, көп адам. Алматыдан келген дұрса бірден айтады, қой қайдағы тау, төбе ғой дейді. Жыра ғой дейді, бірақ біз үшін тау, мен үшін кішкентай кезден сол тауды биік тау қылып, анадан биік тау жоқ сияқты болып өскен баламыз, ауылдың баласы. Енді қанша мықты тауларды көрсек те, өзің туған жерің тауы бәрібір биік сияқты болып көрінеді. Иә, биік және ыстық. Бүгін сіздің қасыңызда керемет домбырашы досыңыз бар екен. Сол туралы айта кетсеңіз. Қош келдіңіз. Рахмет. Көп. Қорықпай шапалақ дей беру керек негізі. Бірақ дыбысы керемет екен. Әдөш деген. Әдөш. Әділбек. Чисто Ақтөбенің баласы. Батысша. Жақында үйленді, құттықтап қояйық. Бақытты бол, Әдөш. Керемет, өзі бақытты бол. сондай мына Құрманғазы оркестрлерге жаңағыдай партитура жазады. Өте мықты музыкант жігіт. Сосын домбыраны жүрегінің бір бөлшегі ретінде ұстап жүреді. Маған сондай балалар ұнайды, қалдырмайды. Бірге құшақтап, бір жағында келіншегі, бір жағында домбыра шегіп ұйықтайды. Сол Әдөшім менің. Ана осы жақсы көрем. Осы күйінде. Домбырасымен, осы үнімен, осы түрімен. Сол, Әдеке, рахмет. Көбінесе әдемі дүние ұстап жүрсің, тоқтама. Осылай төрде орның. Мысалға, біздің осы домбыра ұстап жүргенге мен әрқашан айтам. Біздің домбыра төрде болу керек орны. Домбыраның орны. Атам заманынан солай төрде. Бізді Динара қараш, бізді кім сатпады да қазақты. Бірақ домбыра сатпады бізді. Домбыра бізбен бірге келіп жатыр. Қиналсақ та бірге, мұңымызды бірге осы домбырамен шығарамыз. Қуансақ та домбырамен біз жеткіземіз соны. Иә. Сондықтан домбыраға бір қошемет сұраймын осы жерде. Сол қасиетті біздің аспапты ұстап жүрген азамат, мен жақсы көремін Әдөшті. Адылбек, өте сондай қуантарлық жайт, өйткені домбырамен сіздер тек қана жаңағы кавер жасап емес, бүкіл концерттерде де жаңа соңғы кезде көргенім кавер шоуда керемет өнер көрсеттіңіз. Өйткені осы қасыңызда Әділбек болған сияқты деп ойлаймын. Және де басқа да сүйемелдеумен қазақтың аспаптарын сіз деген жаңағы жарыққа шығарып жүрсіз. Негізі бұрында да бар. Енді жаңа Батыр ағамыздың әндерін сондай күшті кавер жасап. Сол кавер шоудағы менің негізгі ниетім айтайын ба, не? Мейрамбайға осы эфирден рахмет айтамын. Және барша ұйымдастырушыларға, мендегі о жердегі ең мықты өзімнің ниетім, менің әнімнен де қымбат, менің даусымнан да қымбат, биік тұрады. Мен осы домбыраның үнін өзімізге таныстырайықшы деп жатырмын да. Басқа жағынан. Қай жағынан да әлі бізге таныс емес көп адамға. Бізде күйді өткенде бір кісі айтады, күй деген ана тойда ана ет алып келген кезде әкелетін музыка ма дейді да. Ассоциация бәрінде. Сондай қалыптасқан, ол сұмдық нәрсе. Ол күй деген состояние, орысша айтқан кезде. Адамның көңіл күйі, әр күйді тыңдаған кезде не үшін шыққан адам түсінетін болса, сол өміріне сол нәрсе деп алып келеді ол. Сол жағдайға жетелейді. Бір күй қуантады бізді. Бір күй мұңайтады, сен мұңымен бөліседі. Ол жайдан жай олар аталарымыз бет шыға салмаған. Әр қайсының өзінің жағдайға, ситуацияға байланысты шыққан. Мысалы жаңағыдай. Сондықтан менің негізгі эфирге шақырғандағы өзімнен де биік қойып алып келетін дүние негізі. Мен соған қандай да бір танымалдық болатын болса, мен осы үшін қолданам. Шынымен де айтайын. Мен жақсы көрем. Төрде болған жақсы көрем. Біз сондай түсірдік қазір. Біз босағадан бір ән айта салшы дейтін жағдайға жеттік. Негізі олай болмау керек. Бұл төрде тұру керек. Төрден келу керек. Қасиетті. Бұны ұстап жүрген жігіттер төрде тұру керек. Менің түсінігім сол. Сондықтан бұған деген құрметім бөлек. Біз солай жақсы көруіміз керек. Біз солай жақсы көре алсақ, басқалар сөйтіп құрметтей алады бізді. Біз бұны жақсы көрмесек, онда кім құрметтейді? Әрине. Сондықтан ана кавер шоуда да негізгі ниет бір көрсетіп, андай жасауға болатын еді. Басқаша, бірақ мен осыны жоғары көрдім да. Сол себепті Әдөшке айттым, домбыраны шығарайықшы. Ана жерде звук қоюға біраз мүмкін уақыт кетті. Мүмкін тағы балалар келіп уақыт біраз болды. Бірақ негізгі акцент мен соған қойғанмын, мен қуанып тұрдым. Мен Асоле мияны айттық,
неге айтпасқа кез келген дүниені шығаруға болады домбырамен. Мысалы қазір әдеш нені ойнап жүр, бір анау нең бар еді ғой, қайсы еді? Бір күшті бір несі бір, кімнің әні еді, соны бір шығарып, бір ойнап көрсінші. Әрине, домбыра несін тыңдап көрейінші. Қосылса болады негізі ритмге неге. Сэм Смит па? Сэм Смит түгіш? Жоқ, давай. Бәрі дайын қодай? Мен жаман жақсы көремін да, қандай бізде. Бірақ шетелдік әуендер домбырамен шыққан кезде біздің жүрегіміз арқылы өтеді. Біз сол кезде жақсы көре аламыз оны. Басқаша. Қазір тыңдап көріңізші. Әдеш. Алдын ала мына домбыраны таныстырып өтейін. Көріп тұрғаныңыздай, бұл домбыра жай домбыра емес, бұл электроакустикалық домбыра. Ол дегеніміз домбыраның ішінде дыбыс алғыш дейді ғой, орысша айтқанда звукосниматель дейді. Осындай орнатылады. Бұл деген домбыраның мүмкіндіктерін арттыру үшін және де микрофон тағы басқа бір техникаларға, көп техникаларға тәуелді болмау үшін жасалған дүние. Ол бір. Екінші жағынан домбыраны тек қана күй, дәстүрлі ән ғана жағынан емес, басқа да гитарадан да көп қалыса бермейтін мүмкіншілігінен көрсетуге болады. Көрсетші. Деп, күй ойнауға болады. Немесе мұндай лупер деген аппараттарды пайдалана отырып, заманауи шығармаларды домбыраға лайықтап ойнауға болады. Мысалға Керемет. Жылағым келеді, жылағым келеді. Бұл домбыраның енді әуені мен үшін бір ғажап. Өйткені бізде, Ғадібек, білсеңіз, сен студиясында біздер кішкентай балаларды жаңағы музыкаға баулап, сабақтарды үйретеміз. Негізі осыдан бір апта бұрын Ғадібек біздің студиямызда, мектебімізде болған еді. Сол кезде мен біздің сыныптарды көрсетіп, балапандарымыз қандай аспаптарда ойнайтынын көрсеткен. Дегенмен де осы домбыраны, мысалы, Әділбек, сізге сұрақ, қалай сіз тапсырыс беріп жасадыңыз ба? Жаңағы звукоснимателі бар дейсіз, тағы да басқа. Ондайлар сатыла ма, немесе оны тапсырыспен алуға бола ма? Қазіргі кезде шүкір бірнеше таңдаулар бар. Домбыра жасайтын шеберлер бұлай дайындап та қояды, немесе арнайы тапсырыспен де заказ беруге болады, тапсырыс беруге болады. Немесе дайын тұрған бір жақсы сапалы домбыра болатын болса,
жаңағы дыбыс алғышты шетелден немесе осында бар нұсқалары болса соны алып шеберлерге апарып қондырса болады. Демек дайын домбыралар осы айтады ғой жаңа немен қалай дейді, электрический дайын домбыралар неге сатылмайды әлі дүкендерде? Дүкендерде сатылмауы мүмкін, немесе болса да ондай бір таңдау көп болмайды. Егер тапсырыс беретін болса, онда сіз өзіңізге қалауынша тапсырыс берсеңіз болады. Мүмкін бүгінгі бағдарламадан кейін көбінде енді сұрақ бар ғой, қалай осы домбырамен көбі жаңағы сахнаға шыққысы келеді, жаңағыдай луптар дейсіз, өте сондай заманауи. Домбыраның өзінде де таңдаулар бар. Электр домбыраның өзінде де, электроакустика болатын болса, бұндай домбыралар ең бірінші енді біздің балалық шағымыздың кезінен шыққан жаңа Асылбек Еңсепов ағамыздан көрген боларсыздар. Ұлытау тобы электр домбырамен көп жаңағыдай халыққа паш етіп өнерін көрсетіп жүр. Және одан бөлек таза электр домбыралар бар. Ол мысалға айтар болсақ, Алдаспан тобында кәдімгідей таза электр домбыралар рок жанрында да ойнауға болады олмен тіпті. Оның дыбысы әбден бөлек, рокқа ұқсайды. Онда осы қара домбыраның дауысына жақын қылып та ойнауға болады. Және жаңа перегруз дейді ғой, дисторшнелерді қосып, драйвпен рок жанрына да көшуге болады. Қазір домбыраның осындай мүмкіншілігі бар. Керемет. Ғаділбек, өте сондай бір керемет көңіл күйде отырмын, өткен танысқан өткен. Ғаділбек, сізге үлкен рахмет. Осындай керемет музыкантты бізге әкеліп, таныстырып жатқаныңызға. Әлі де күшті әдемі дүниелер жасаймыз деген үміттемін. Негізі мен Динараға айтам, өткенде келіп көрдік қой. Студияны көрдік. Мен айтам ғой Динара бұл бір 2040 жылдарғы ма, 50 жылдарда бізге келетін студия ой деймін да, негізі қазіргі меркімен есептесек. Сондықтан уақытты алға жылжытып, шетелде бізде көп жағдайда не үшін кетеді? Өзіне жанұясынан аспай жатыр адамдарды. Не үшін кетеді? Бір ақша тапқысы келеді. Енді түсінуге тырысасың, бірақ негізгі мәселе қай жақта ненің жақсысын көреміз, соны осында әкелу. Ең басты нәрсе да, соны жасадың да сен, Динара. Рахмет, Ол кәдімгі қуантатын нәрсе. Мен ойлаймын, маған айтады көбінесе. Жүрегім қуанды да өткенде. Көрдің ана эмоциямен бүкіл бәрін аралап шығып, бәрін түсіріп, күшті. Негізінде көрермендер көбінесе түсінбей жататын шығар, өйткені көбі келген жаңа қонақтар тамсанып жатады, қандай керемет жер, сондай. Сондықтан да айта кететін, енді біздер 2020 жылы осындай үлкен мектеп салдық, музыкалық мектеп. Бұл мектеп тек қана профессионалды әншілерге, музыканттарға емес, даладан любительдерді, орысша айтқанда, әуесқой музыканы жақсы көретін әрбір адамға салынған дүние. Үлкен зәулім 5 этажды, және де біз айтайын, осы жерде Алматыда горный гигант деген неміз ғой, енді жаңа қалай айтсам, кішкентай бір район. Атының өзі ұнап тұр, солай гигант болсын өнер, сондай. Сондықтан Алматыға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде бізге қонаққа келіп кетіңіздер. Ғаділбек, жалпы ғаламторда сіз туралы мәліметтер өте аз екен. Мен былай іздедім, ең бастысы әрине біз үшін шығармашылық, және де шығармашылықта қандай жаңалықтар бар. Мен көп бірен-саран подкастты көрдім сіздің түскен. Сонда сізден көп сұрайды екен, хит бар ма? Қазір жаңа біз енді әрине жаңа хит деп қазір мысалы мынандай нәрсе ғой. Мысалы рейтинг дейміз, хит дейміз, соңғы уақытта шыққан әңгімелер ғой. Одан кейін комментарий дейміз, лайк дейміз. Лайк. Біз көп жағдайда осы нәрселерге біз тек осыған қадалып қалатын болсақ, таза өнерді жоғалтып аламыз. Мен қолдаймын. Сосын мысалы біздің Еділдің өзі да, мысалы оның өнер жолын алып қарайтын болсақ, менен жақын бауыр ретінде, мысалға жүрегінде оның бір қалай айтса болады, өнерге деген таза махаббат бар да. Мысалы Эдиктен көрініп тұрады, ол лайкшыл,
жігіт емес та. Мысалы комментарийшыл жігіт емес, оған ол түк қызықты болмауы мүмкін. Мысалы мүмкін бұл жерде мен айтпаймын толықтай дұрыс деп та, бірақ негізгі осы ниеттен тоқтамау керек деп ойлаймын. Мысалы сондай әдемі жолын, мына өнерге деген махаббатын лайлап алмау керек та, ең бастысы. Кредит довериесі бар ғой халықтың, соны жоғалтып алмау керек, ең басты нәрсе сол. Мысалы мен сол себепті де мысалға құрметім болады әр адамға. Мен Эдиктің негізі қандай адам екен ішкі жағын білмеймін, ол келіншегі білетін шығар мысалға. Менің білетін Эдик маған ұнайды ол. Өнерге деген махаббаты, өнерді қалай қорғауы, осындай бір жеңіл нәрселердің көбейіп кеткен заманның ішінде осыны ұстап жүру бір қалай айтса болады, қиын да. Қиын, әрине. Планканы ұстау деген қиын ғой. Сол нәрсеге өзінің тазалығын ұстап келе жатқанына мен мысалы жақсы көремін мысалы. Сол себеп. Мысалы жаңа енді хит жағына келетін болса, жаңа хит деп именно сөйтіп қарайтын болса, мен бас ауыртпаймын оған. Неге десеңіз, мен неге олай сұрадым? Өйткені мен білетін әндеріңіздің бәрі мен үшін хит. Мысалы жаңағыдай нені айтып отыр соны, жылама жаным, мысалы Ханшайым. Мен мысалға енді мен айта беремін да, оны мысалы қазір эфирде де айттық мысалға да. Ол таза бір хит болады деп жазған жоқпын. Мен шынымды айтсам, мен өзімнің Алла берген жарыма арнадым. Мен Ринатқа сөзін жаздырғанда да айттым, Ринат Зайытовқа, досым, мен келіншегіме бір ай қалада болған жоқпын да. Сосын үйге баруға қорқам, жолда ойласам, менің келіншегім үйде ойлаш, басқа елдің қызы да ол. Басқа елдің бе? Басқа жаңағы шаңырақта өмір сүрген қыз ғой, маған дейді. Ойласам, бір еркектің, сосын күлейік десең, бір еркектің етегінен ұстайды да, қыз бала деймін да. Сол жігіттің үйіне келіп тұрады да. Көрмеген ол тәрбиені. Білмейді, ол қалай келді. Тастай батып дейсің. Сол да, сен үшін бәрін істеп атады. Шайын қойып беріп атады. Балаң туып беріп атады. Күшті тәрбиесін беріп атады. Үйге келгенде ұядай қылып. Қандай бар? Біз қанша жыл жалдап үйде тұрдық. Вообще мен бір салқынды көрмедім ол үйден. Себебі ол үйде жарым бар. Бала шаға бар. Емін-еркін отырады, мүмкіндік бар. Мен сол уютты, сол әдемілікті, сол жылылықты сақтап отқан әйеліме неге бір дүние жасай алмаймын деймін да. Сол ниетпен Ринатқа сөзін жаздық, ол сол 15 минутта жазып берді. Менің де ойымда жүрген тақырып еді ол дейді да. Біз оны хит қуып шығарған жоқпыз. Хит қумай. Мен жай тек мен әйелім рахметім болсыншы осы. Деген оймен, мен махаббатпен шынайы андай бір мынау бүйтіп ақша жинап берсе екен маған, мен әйелім жоқ. Сонда ғана жүректен шыққан ән? Сол ғой. Жүректерге... Мен әкеп домбырамен есімде ас үйде чай ішіп отырмыз да, сосын мен домбырамен айтып бердім бірінші. Сосын жылады. Мен қуандым. Ол сондай бір іштегі эмоциясын. Ол да шүкір етіп қуанған сияқты. Аллаға шүкір, мен осындай жармен бас қосқаныма. Біз сондай қуанып, екеуміз жылап, қуанып, сөйтіп отырдық. Үйдің ішінде де ханшайым деп атайсың ба? Айта берем. Ханшайым, жаным, күнім. Жаным, не қандай жылы сөз бар, айта берем. Керемет. Соған лайықты адам ол. Әрине лайықты. Сол сөйтіп шыққан нәрсе. Енді бір нәрсеге хит деп соның соңына жүретін болсақ, ол нәрсе бізді тартып алып кетеді. Ол бір есепке кіріп кетеміз біз. Ол ақша алып келу керек, материальный жағына қарай көп тартады да, махаббат қалып кетеді ондай кезде. Алтын ортасын ұстайық, хит болсыншы. Хит бола берсін, мен болмасын демеймін. Хит болсын. Хит болса жаман емес. Бірақ ол басты болмау керек. Иә. Оған дейінгі махаббат болу керек. Мен Эдиктіге дейін бір ән шығаратын болсам, мен Эдиктен маған осыдан ақша келеді деп шығармауым керек та. Мен жақсы көремін, мен Эдикті қалай бар күйінде деп шығаруым керек та. Базаны. Базар жоқ дейді. Шынымен солай. Керемет, Ғаділбек. Рахмет. Жауабыңыз өте орында екен. Өте біртүрлі екен десең да. Жауабыңыз өте біртүрлі екен десең. Кеше ғана мен осы туралы пост жазғам, өйткені негізінде енді
күйеуі әйелі демекші бір-біріне қамқоршы болу керек, бір-біріне сенімділік арту керек. Соның ішінде мен туралы мысалы ғаламторда көбі ой жаңа жолдасының арқасында желтеңдеп жүр деген секілді әңгімелер көп пайда болады. Мен онымен келісемін. Өйткені менің жарым жолдасым кім сөйтпеу керек маған? кім мені еркелетеді және кім мені осындай дәрежеге жеткізеді. Кім мені жаңағыдай әйел ретінде құрметтеп, сыйлап, өмірге жаңағы мені осындай әдемі қалпында ұстап жүрген, ол менің жарым деп ойлаймын. Өйткені маған көп айтатын мысалы, керемет сондай бір формада жүрсің, әдемісің, спортпен де айналысасың, балаңды қарап атсың, мынандай зәулімді салып атсың. Оның бәрі кімнің арқасы, ненің арқасы? Мен шындықты айтамын, кімнің арқасы? Өйткені ол менің сеніп тұрған жарым. Енді андай жолдасыңызға бір ән шығару керек сияқты. Жолдасыма мен сен әнін баяғыда шығарып қойғым. Жолдасым сен деп күшті. Сондықтан мен өте дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Келісемін. Және де мен айтамын ғой, қыздарға нәзік болуға, көмек сұрауға қорықпау керек, еркелеу керек. Мен айтайын, қыздар неге нәзік болмай бара жатыр? Біз соны нәзік қыла алмай жатырмыз. Неге? Біз еркелете алмай жатырмыз. Қыздарымыз, келіншектерімізді, қыздарымызды біз жақсы көре алмай жатырмыз да, уақыт бөле алмай жатырмыз. Біз бар ғой соларды, мысалға қыз балаға өзінің идеал адамы кім? Әкесі да. Әкесі қандай болса, сол образына ертең күйеу іздейді өзіне. Әрине. Ұл бала сондай. Анасы қандай болады? Ол миында сол ең жақын, ең тәрбие алатын тікелей адам болғаннан кейін, ертең ер жеткен кезде өзінің анасы сияқты қыздар іздейді. Сондықтан біз сол махаббатты беретін болсақ, ертең олардың жол тауып кетуіне, образына біз пайдамыз тиеді. Соған сондай жігіт іздейді. Сен дұрыс жігіт болсаң, дұрыс әке болсаң, сондай жігіт тауып, сондай болады көп жағдайда. И балалар да сол. Өте дұрыс. Соған біз түрткі болуымыз керек та. Иә, мен де айтамын жолдасыма, осы біз бір-біріміздің махаббатымызды ұялмай балаларымызға көрсетуіміз керек. Міндетті түрде ол балалар өскеннен кейін соны қайталау керек. Ұяда не көреді, ұшқанда соны жасайды дегендей. Сондықтан мен өте келісемін, сенімен керемет бір әңгіме айтып отырмыз. Десе де осыдан 2 жыл бұрын бізде пандемия болған кезде, өте қиын болды негізінде. Сол кезде шығармашылыққа қандай бір ауқым болды ма? Бір бизнеспен айналысып кеткен әншілер көп болды, иә? Мен де бармын ішінде. Иә, соның ішінде. Андай болды. Қалай айтайын? Мысалға біз бір келген сынақ деп айтайықшы да, соны біз бірінші сол келген түрінде дұрыс қабылдай алмаймыз ғой. Біз бәрін проблема деп көреміз да. Қиын бізге, мына қалай мен болдым ғой деген сияқты. Алла сондай шебер, сенің сондай ауырлау болса, сол дүниенің артында сондай бір керемет нәрсе дайындап қояды да. Мүмкін сенің ол өсуің шығар, өзгеруің шығар миыңмен. Біз бір линиямен жүріп кетіп, мен өз басым айтатын болсам. Менде жаңағыдай подушка безопасности дейді ғой. Сондай өзім ойламаған мен. Біз есеп қылмағанбыз. Оған дейін тек қана шығармашылықпен айналыстық. Осылай тек бір жолмен боқа ұқса ұра бергенбіз ғой. Қадалдық та бейт. Дұрыс болды да сол. Дұрыс болды да. 20-ға келді қадалдық. Дұрыс болды да ол. Бір күндер болды. Мен мысалы қайта далаға шығарды ғой біз, рахмет. Үйдің ішінен шықтық қой. Деп. Сон шыққан кезде мен не істеймін, ер адаммын ғой. Мен бүйтем да, шығам да сосын. Көшеде жүретін мен таңертең шығып кетем де. Жай мен іштен бәрі жабық тұр мен жасайтын жұмыстардың. Мен көшеде жүрем. Театрлар жабық, бәрі жабық, концерт жабық, анау жабық, мынау бәрі жабық. Мен сол неге бізге келмедің? Айтпадың ғой. Сөйтіп жүрем, бірақ қара Құдайдың құдіреті, мен көшеге жай бит. Ниетім сол ғой, бит. Бір жақсы ниет қыламын да, жай шығып кетем көшеге. Алла бір адам кездестіреді ғой. Сөйтсем звондап қалады, анау кездесеміз былай. Цепочка да? Иә, сондай ортамен кәсіпкерлердің бір ортасымен араласып, олардан біраз нәрсе Алла тағала жеткізді, олардан көп нәрсе алдым. Орта өзгерді, көбейді, мен көп нәрсені түсініп бастадым, басқа қырынан шатасқанымның пайдасын көрдім, бір жерде құладым, ана жерде тұрдым. Барлығы бұның, мен бір нәрсені анық Алла түсіндірді, бұның барлығы жақсылыққа екен. Түбінде береке бар екен. Бұл жерде біз бір неге үйреніп қаламыз да, ұяшыққа соны шыққымыз келмейді. Содан шығарды да. Мынандай өмір бар екен ғой, басқа.
мынау жасыл екен ғой деп та. Иә. Мынау 4-5 екен, мен қайдам неге сөйтпеймін. Соны көзім атқан жақты. Сол болмағанда не істер еді? Әрине ондай қиындықтары келді. Ол қанша адамның жақындары өтті мысалға. Ауырдық, бәріміз де бір барып қайттық та. Коронавируспен ауырдың ба? Ауырдық. Қадеке, сіз танимыз ғой, ауыртпай қояқ деген жоқ, ол да келді десең. Коронавирус атқан жоқ қойшы десіп қойып. Бірақ бір не істегені көп өзгеріс болды. Тек мен емес, мен қазір сезім, жалпы қоғамда бір обновление болды да. Бұрынғы құндылықтар деп ойлап жүрген нәрселеріміз олай емес екеніне көзіме жетті. Ой, мына былай екен ғой, негізгі денсаулық екен ғой, негізі жақынымыз екен ғой, бізге қымбатты. Әрине. Мысалға, көп нәрсені түсіндірді. Нақты қандай бизнеспен Мен бастадың? біраз уақыт немен айналыстық. Мына зергерлік, қазақтың зергерлік бұйымдарымен. Онда да ішінде енді мен зергер емеспін ғой, бір кәсіпкердің айтқаны. Бір өзіңнің мысалы өнерден басқа бір жұмыспен айналысып жатсаң, сен соның ішінен өнер тауып ал дейді. Ұнайтын бір нәрсе тауып ал дейді. Біз соны аналарымызға сыйлық жасап сөйтіп беретін ғой, өзіміз бүйтіп табыстап жүрдік. Мен соған рахаттанатын едім. Анамызға табыстаймыз. Ұлыны, қыздары тапсырыс береді, біз соған анасына табыстаймыз, әнімізді айтып береміз, құшақтаймыз, гүлімізді не істейміз. Мен өзім анам жоқ бір жағынан. Бір жағынан мына бір жақсы не болды да, маған кәдімгі стимул берді. Мен сол жағынан қолдандым бұны. Мысалға. Сол? Бизнеспен. Негізінде нақты басты табысыңыз. Сіз тойларда ән айтасыз ғой, иә? Тойда айтамын. Той? Тойда. Басты табыс той. Басты табыс той. Сонда қалай болды? Тойлар ол кезде болған жоқ. Қанша? бір жылдай болған жоқ, иә? Енді Динара қараш, мен соны таңғаламын да. Мына Құдайдың біздің өзегімізді талдырмайтынның бір белгісі. Біздің аталарымыз негізі мықтылығын айтайын ба неде? Біздің бір кішігірім оқиға айтып берейін. Бір Эдик деп айтайықшы. Эдик. Айта бер. Эдик та. Өзі бір үйде тұрады. Айдалада біз әдеуш бәріміз осы составпен концерттен келатырып, атпен жүреміз ол кезде. Бір ортақ топпыз да келеміз. Жолдан шаршап, шөлдеп келеміз де. Эдик үйін көріп қаламыз. Сөйтеміз де сыртта қалай қазақ не дейді? Құдай қонақпыз дейді болды. Құдай қонақпыз дейміз, Эдик күтіп алады. Сонда болған оқиға бұл. Сөйтіп бізді демалдыруға жатқызады да, Эдик інісіне айтады. Өзінің мініп жүрген жалғыз тұлпары ғана бар, малдан. Бірақ аты бар екен. Соны сой дейді. Ойлаңызшы. Сосын сойуға кетіп бара жатқанда айтады. Жартысын күтіп қалмасын дейді. Біздер Динара қарын ашып тұр, күтіп қалмасын. Ана жылқыны сойған кезде жартысының терісін, жарты терісін алды, жарты етін салып жіберіңдер, күтіп қалмасын, толықтай сойып, уақыт кетіп қалмасын дейді. Тайм менеджмент қайда болған. Сосын жас малдың жылқының еті пісіп, ой біз қарын аш, ұйқымыз қанған, енді ет жедік та. Сөйтіп кетіп бара тұрған кезде жаңағы жол басшыға жаңағы үйдің иесі айтады ғой. Рахмет, сауап, мол сауап қалдырып баратсыздар, жолдарың болсын, елге сәлем айтың. Сонда жол басшы айтады, біз бір ішіндегі ең жасын айтады, сен атыңды қалдыр дейді, біліп тұр мына жалғыз атын сойған, ойлашы. Сөйтеді де, біз сен барып қаларсың, мінгесіп барғасын бір ат алып беремін саған дейді. Жол басшы жігіт айтады. Sonra үйдің иесі айтады, Эдик, маған ат керек жоқ дейді, сендердің атың үшін қонақ қылған жоқпын сіздерді. Маған ризашылықтарың, баталарың жетеді дейді. Сонда ана жол басшы күшті айтады да, дейді, сен дейді да, жалғыз атын соятын кезде бізбен ақылдастың ба дейді. Жоқ дейді, онда біз де мына атты қалдырамыз ба, қалдырмаймыз ба, сенімен ақылдаспаймыз дейді. Қалай диалог деймін, әдемі. Сөйтіп атын қалдырып кетеді. Сонда айтады да, қазақтар ақымақ па дейді да, жалғыз атын сойып берді дейді да. Жоқ, олай емес. Ол просто ертең Құдайдың өзіне беретін несібесіне вообще переживать етпеген ғой. Қорықпаған. Несібеден қорық, Құдайдан екенін білген да. Біз бізден деп ойлаймыз, біз жасап атқаннан жоқ, Құдай бергеннен кейін біздің жасаған еңбегімізге қарай. Түсіндіңіз бе? Сондықтан осыны түсінген кезде көп грузды аламыз біз өзімізден. Неге ауыр болып жүреміз? Біз соның бәрін алып аламыз ғой. Мен асырап жатырмын, мен шығардым хитті, мені қараңдар, мен түсірін. Жоқ, олай емес. Біз сол лайықты болсақ қана, ол да Құдайдан. Бермесе не болады? Ал өзегіміз талдырды ма, қанша жігіттер, қыздар отырмыз, аш қалдық па? Өлген жоқпыз ғой. Қандай жағдайда Алла жеткізіп отыр.
болды. Бірақ біз соған жатып алуымыз керек, беру керек. Жоқ, қызмет жасайсыз. Ер адамда несі сол, түзде біздің неміз. Біз теріп жейміз әр жерден. Балаларымызға келеміз, бөлісеміз. Одан қалса көршілер, ағайын, туыс, облыс, республика, әлемге сосын барайық. Жоқ, үй салғанда Құдай қаласа. Сен үлкен жаңағы залда айтамыз ғой, қонаққа, бұл Иә. қонаққа, анау қонаққа. Бізде бәрі қонаққа келген кісілердің көбі, мысалы шетелден көп қой достарымыз. Неге сендердің үй салсаңдар да, бір жерге барсаңдар да, қонаққа деп айтасыңдар. Мына төсек орын тиіспеңдер, қонаққа дегенде. Сондай құрметпен ата бабамыз баяғыдан Міне жаңа жағдай соған әкеп тұр ғой. Иә. Қонақ келгенде береке келетінін біліп тұр да қазақ. Иә. Біз әлі күнге Өзінің сол қанымызда несібесімен қалған. келеді. Берекесімен. Берекесімен несібесімен келеді. Керемет. Менің сұрағым жоқ. Өйткені мен шығармашылық туралы айта кетсек, қазіргі уақытта, қазіргі таңда пандемиядан кейін қандай бір Ғаділбектің бір айтқаны бар. Мен айфонды түсінгенім, жаңағы айфон мен адамның айырмашылығы, не дедің? Обновление жоқ дедің адамда. Айфонда ай сайын обновление. Айфон өсіп кеткен ғой бізде. Оларда обновление бар да, бізде жоқ та. Бізде өзімізге настройка жасау керек болып тұр. Адам жақсы әңгіме тыңдап, рухани есеп қой ол өзің, күнделікті ол айна болсын. Есеппен. Не істеп отырмын мен, кімге пайдалы отырмын деген. Кіммін мен, не үшін жүрмін мен мына жақта? Шынымен не үшін келдік біз өмір, не үшін, не істеп жүрік біз? Тек кофе ішіп, тамақ ішу үшін келдік па не, завтрак ішу үшін келдік па не? Біз адамға пайдалы болу үшін келдік біз. Болды, бір-бірімізге, болды. Абай атамыз айтады, адамды сүй, Алланың хикметін іздейсіз. Не қызық бар өмірде одан басқа дейді. Біз пайдалы болмасақ, не үшін жүрміз онда? Не үшін келдік мына өмірге? Өте орынды Ғаділбек. Пандемиядан кейін жаңағы шығармашылыққа оралу қалай болды? Жаңалықтар бар ма? Біраз кетіп қалдым да біраз. Сосын осы ой алып келді мен. Не пайда берем? Не үшін бұл өнермен айналыстым мен? Демек жаңа тыныспен келді. Ойлаңыз, қанша біз адам, ойлаңыз, біз біздің бір неміз, мысалы бүйтіп ойлайды, тойға баратын адам мынау дұрыс емес дейді. Фирма мен қызмет, мыналар өздері дейді. Бізде жақсы адам жоқ та. Жақсы адамдар. Былай қарасаң, жақсы адамдар. Былай қарасаң. Ол енді ағыру тема ғой негізінде. Біз бүйтпейміз да, біз мысалға. Бөлініп қалған сияқты. Біз біріміз жақсы көре алмай тұрық қой, көрдің ма? Біз көре алмай қаламыз, әдемі бір ойнақ баса. Білмеймін бұры, сондай нәрсе бар да бізде. Біз бөлісе алмаймыз, біз қуанышты, жақсы нәрсені. Бауырым барабан ойнап атса жақсы көре алмаймыз да, күшті ойнап атыр да ол себебі. Көре алмаймыз да біз. Жаман қасиет та. Соны реттесек біз мықты болатын едік негізі. Біріксек. Біз бақытты болатын едік бар ғой. Біз өзіңнен артық қуана білсең бар ғой біреу үшін. Ана жапондықтар айтады екен қандай. Сен бірінші собеседнигіңнің көңілін көтер дейді да. Біз не істейміз? Әңгіме қойың. Иә, сіздің көңіліңізді, сіздің. Сол сіз күшті болып отырсаңыз, автомат түрде мен де күшті болып отырмын. Біз өзінің күшті болып отырады бәрі. Мені түсіріңдерші. Жаңа басында айтқандай әңгіме қой деп осыны айттым ғой. Ғаділбекпен әңгіме айтқан өте керемет, өте қызықты, және де көңіл күй деген енді 100%-ға көтеріліп кетеді. Сондықтан жаңа шынымен де той фирма деген өте үлкен орысша айтқанда расслоение болып кеткен бізде. Өліп бастадық. Иә. Неліктен деп ойлайсың сол, неліктен? Жақсы көре алмай жатырмыз деймін, айтып отырмын ғой. Біз бірігіп, адамдар біріксе бар ғой, ортақ қызық интерестер пайда болады. Біз бөлініп кеткенбіз. Демек біз бірігіп адамдық қасиетті қойдық та, мына өзіміздің интересімізді содан жоғары қойдық та. Негізі наоборот болу керек. Соның ішіне кіретін болса, бәрі жарасымды болатын еді. Біз ортақ бір әдемі концепциясын табатын едік. Дұрыс, концепция жоқ бізде. Жоқ бізде ондай. Бізде ортақ концепция жоқ. Бір мақсат болу керек та, ол адамдарды қуанту деген. Ол қайдадан сол адамдар? Не, тойдың ішіндегі адамдар не? Білмеймін, қайдан олар, не, басқа планетадан келген адамдар ма не? Бәрі адамдар ғой. Бәрі сол адамдар ғой. Не, оларда жеті көз бар ма не? Сол адамдар бәріне біз деген ниет қандай? Адамға көмектесу болатын болса, сен таңдаймыз ба не сонда? Аналар, жоқ олар. Мен тек мына адам, онда сен кімсің? Сен бөліп тұрсың адамды. Осыдан 10 жыл бұрын біз жаңа жолдасымызбен бір сөйлесіп отырған кезде сіздерде бір қателік бар деді. Музыканттар болсын бәрі біздің шығармашылық адамдарда. Қандай дегенде сізде
сізді біріктіретін қауым ассоциация жоқ дейді. Жүйе жоқ та. Иә. Жанашыр адамдардың орталығы. Ассоциация, спортсмендердің несі бар, иә, басқаның да көп ассоциациялар көп қой, ассоциация женщин деп атады. Вот бізде ассоциация музыкалық шығармашылық адамдарды біріктіретін сондай бір жүйе қауым жоқ. Біздер өзімізбен өзіміз. Қазақ концерт өзімен өзі, басқа Дворец Республики өзімен өзі. Біз сен енді жаңадан тек туылып, өсіп келатырық бүйтіп, біз өзімізбен өзіміз. Соның бәрін біріктіретін бір нәрсе, ол ассоциация жоқ. Жалпы айтайын ба, ол неден болады да? Мысалға біздің өзі мына неге келеміз ғой, бекер тұрған жоқ шығар, салт дәстүрмен әдет қой. Мысалға бір табақтан ас жейтін едік та біз. Біз бөлісе алатын едік бар ғой, қолменен тазалап. Бір кісі айтып қой, неге этикет емес пе ол? Неге сен қолмен жейсің? Ана жерде шаншық тұр ғой деп. Сонда ана кісі не дейді? Күш жауап береді. Мен мына шаншықмен менен бұрын қаншадан пайдаланған білмеймін дейді. А мынау мен өз қолым ғой дейді. Мен білемін, мен не істеп жүргенімді. Түсінесіз ба? Біз алыстап қалдық өзімізден. Біз бөлісе алмай қалдық. Кішкентай кезімізден бір табақтан ас неге береді ортаға? Оны жеп өскен бала бөлісе алады да. Біз не істейміз? Жеке-жеке бөліп тастады да. Әркімнің өзінің менің дойлям дейді. Менікі мынау. Енді попробуй-ка сен жеп отқан тарелкадан. Көріңіз, біз автоматты түрде бөлініп қалдық та. Біз бөлінбеу керек едік негізі. Біз бірігу керек едік та. Біз соны неге дөңгелек қойдық? Бұрышы жоқ. Біріктіреді ол нәрсе бізді. Біз не істейміз? Біз бірігуіміз керек қой, болды. Біз жай ғана жақсы көруіміз керек қой бірімізді. Оның атағы бар ма, ақшасы бар ма? Не керек ол? Біреу ақшасы бар, 1 миллиард ақшасы бар мысалы. Бірақ пайдасы жоқ болса, оның ақшасына не пайда ол? Не үшін ақша ол? Не үшін тұр ол? Бөліспесе, ойлаңызшы, ол не істейсің оны? Біздің ана айтамыз ғой, ыдыс аяқтарды жинап қоямыз ғой қонаққа деп. Соны мен үнемі айтамын. Ешқашан ыдысты жинама. Мен аналарыма да жинамаңдар, біреу келеді, бөлсек, берейік, қуантайық. Бөлсек бір күн бірге жейік содан. Әрине. Өте орынды. Сол ма кезінде осы банағы біргеміз деген кезінде енді Лұқпан аға Алматыда болды. Бәрімізді Ғаділбек, по-моему, сенде енді. Мен тікелей 2005-те мен кішкентаймын ол кезде. 2005-те келдім, өзінің кішкентай бір комнатты жерде студиясы бар Лұқпан ағаның. Бірақ ол бір комнаттың ішінде Ё-май, қанша адам жүреді да? 100 адам жүреді. Анау жүреді, мынау келіп арын жоқсын жасып кетеді, Ғаділбектер де жүреді. Ол кезде біз жаспыз, мен соның бәрін қызығып қарайтын едім. Мыналардың ортасы бар, өзінің әңгімесі бар, әңгіме айтады, шай ішеді деген сияқты. По музыке тоже, мынандай ән бар деген сияқты. Сол кезде осы күнге дейін болды ғой, Лұқпан аға көшіп кетпегеннен кейін. Сол да басқа студия, уже үлкен студия салған, тоже ортасын жинайтын еді. Ақтаудың баласымен, ол же Атыраудың, Шымкент, ол не істемейтін еді. Қарамайды. Типа, сен Шымкенттік үйде аны жоқ деген. Бәрін, кім бар? Өнері болса, айтар сөз болса, ақын болса, болмаса, музыкант болса, әнші болса, бәрін кәм тарттыратын еді, жетектейтін еді. Вот, то есть, ол адам өзі сондай болып тұр ғой, как? Жүрегі кең, ол бәрін сыйғыз алады да. И поддержка береді, соответственно. Біреуіне ән жазып береді. Бір несін айтып берейінші Лұқпан ағамыздың осы жерде. Көп тарихының біреу жақсы күшті кісі да. Студиясы болды Темірязы Гагариннен Розыбакен ортасында Темірязы. Соны бір кішкентай бөлмеде студиясы болды неге дейін. Сонда күнде неден шығады, ол кісі сүтпен шай жақсы көреді да, шадринский сүтті қосып ішеді. Сосын вафлимен болды, оған сол болса, іштегі жоқ, гитара болса, шашын ақтырып жүр. Сонда бір күні мынандай жағдай болған, мынау кәдімгі қағида ғой, мен де мына жерге кіргізіп алдым оны. Мысалы бір күні мындай бір жағдай болады, есіктен шығады жаңағыдай. Үйдің артына шығу керек тротуарға, сол арқылы магазин болды, бұрышта соған бар, сүтпен шай алып келуге баратыр күнделікті Лұқпан ағамыз. Бара жатса айтады, бір 2 бала келатыр дейді да, бері қарай, 2 жас бала. Қаншадан өтіп жатыр ғой, бірақ сол 2 баланы көзім шалды дейді, енді бір ненің несі бар, Құдайдың. Аналар бір ақшасы жоқ адам ұсып көрінді дейді да, енді. Алқан өзі дейді. Сол өтіп барады дейді жаңа балалар. Балдар тоқтаңшы деп тоқтатып алыпты. Не болды ағасың осылай. Ақшаларың бар ма сендердің деп сұрадым дейді, білмеймін неге сөйтіп сұрадым дейді, ала салып тұр аузын. Бар деп айт дейді, бірақ бар деп айтқаны
жоқ деп айтқан соп шықты дейді да. Аха. Бар деген, бар. Бар деп па? Бар деп сияқты. андай. Сосын ақшасын білмеймін неше берген, 5.000 мүмкін, не, ол кезде бірақ көп ақша екен ол. Албаңдар қалдыр. Бар болса, бар болсын, мынаны да қосып алыңдар. Иә. Бір пайдаларға жаратырсыңдар деп. Енді қызықты қараңыз, қызықты. Сөйтіп, біраз, бір 5-6 жыл бір уақыт өтеді. Жаңағы студияда уже, жаңағы 2 этажды студияда. Новый студияда. Үйінде, студияда отырсам, біреу звондайды дейді телефонға. Бұл таныс емес номер. Алло десем, Лұқпан ағасы ба, иә, осылай, аға сізді Атырауға тойға шақырайын деп едік. Қанша болады, осылай келседі, келеді тойға. Ән айтады, не қылады, соны ол кісіні қонақ үйіне жеткізеді, қонақ үйде не істейін өтсіп, есік қағып тұр дейді, біраздан кейін. Есікті ашты, екі бала жаңағы үйленген жігітпен, тағы қасында жаңағы гүлімен, несімен, жаңағы келіп тұр дейді, аға деп, ассалаумағалейкум, сосын қолдарында конверті бар, анасы бар, жаңағы сыйы бар, несі бар, жаңағы подаркасы бар. Соны айтты дейді, аға осылай, сіз ұмытып қалған шығарсыз. Баяғыда біз Тимирязевтің көшесімен келе жатқан кезде бізге ақша беріп едіңіз. Ойлаңызшы, 5.000 теңге ма берді? Бір ай өмір сүрдік аға сонымен. Біз негізі ақшамыз бітіп, университеттен общежитиямызға жаяу өлейін деп театр едік аға. Қарнымыз аш, ақшамыз жоқ. Сіз сол кезде кездесіп бізге ақша бердіңіз. Сосын біз сол жерге бір ай өмір сүрдік ана ақшаға. Продукт алдық толтырып. Сосын бейткен ғой. Сөз берген екен. Екеуміз кім бірінші үйленеді? Тойымызға Лұқпан ағаны шақырамыз. Таныған ғой сол кезде Лұқпан ағаны. Иә, танып тұр ғой. Соны үйленеді, шақырады жаңағыдай. $3.000 ма келіседі негізі жаңағы. Сөйтсе, артынан қарайды, сөйтсе, $10.000 ма бір қомақты ақша тастап кетті Лұқпан ағаға. Ана жігіттер, қараңызшы, бұл жерде бір мен ақшаны акцентке қойғым келіп тұрған жоқ. Одай емес әңгіме. Жаңағы жақсы істің шынайы бір еш нәрсе ойламай бір көмектескен істің пайда, жақсылығы да. Қайт 100 есе қайтып келеді деген, иә? 100 есе қайтып келеді деген осыда. Иә. Осындай да жақсылық жасай беру керек. Болды. Біздің өміріміз содан тұрады. Жақсылық жасаудан ғана тұрады, болды. Ән айтсақ та мынау пайдасы тисе екен адамдарға. Мысалы мен бір досымыз мына әнді тойда қойып айтып, олар вальс билеген, артынан сәл көңіл нелер оны ажырасқан еді. Осы арқылы қайта қосылдық дейді тыңдап. Не бақыт керек бізге? Әрине. Орындаушыға дер. Әрине. Біздің жұмысымыз да сол, адамдарға жақсылық беру, қуанту оларды. Біз сондай эмоция бере аламыз. Біз қаншама адамға махаббат сыйлай аламыз. Қаншама адамды бір-бірін жақсы көргізе аламыз. Отан жақсы өткізе аламыз, соған септігіміз тигізе аламыз. Егер шынымен соған өзіміз дайын болсын. Өте дұрыс. Махаббат туралы айта кетсек. Жолдасы естіп қалмасын. Жылама жаным әні. Онда шығып сөйлесейік жүр. Қанша қорап айтып келсең да деймін. Жылама жаным әнінің оқиғасы маған өте ұнады. Ол енді шынымен де шын болса, өзіңнің аузынан естігім келіп тұр, ол ән қалай пайда болды? Шынымен де сол оқиға болды ма? Иә, оқиға болды. Және бұл әнді сөздерін қарасаңыз, не жоқ қандай. Жұбату әні да бұл. Иә. Айтады, жылама жаным кінәламағын тағдырыңның сені мұңдеткен. Жылама жаным атады таңың, сенің де келер көктемің. Сенің де дворыңда той болады. И на нашей улице будет свадьба. Иә, жақсы. Ана біздің қазақтың бір тектілігі да, кезінде еділ мен жайықты алып қойған кезде, бұлар жерсіз кетіп бара жатқан кезде, сол жауларына не деп айтады дейді да, мына жерсіздерге қайырлы болсын деп кеткен дейді. Қарғамағанда сендер олғансыңдар. Соның өзінде жақсы сөз айтып бара тұр. Біздің қарғыс сөздеріміз тұқымың өскір деп қарғайды ғой. Мысалы, бұл әннің де бергісі келетін сол. Жұбату да бұл. Жылама, сен бәрі жақсы болады деген. Сол тақырып негізі. Жылайды ғой. Кімді жылатып кеттің сонда? Бір арнайы қазір кофе ішіп отырып айтайық десең. Жаңағы бұл жерде енді екі адамның арасындағы не ғой? Ол алып қашып кеткен. Оған жаңағы біздің ойымыз, жаңағыдай басқа ой қалдырмай, наоборот, соған жұбату. Сонда оның құқығысыз оны алып қашып кеткен ба, ол қызды? Или ол өзі алып қашып
кеткенге дайын болғаңыз ба? Енді Құдай сіз біледі. мысалы қыз бүйтіп алып қашып кете берсе ол Жоқ, мен алып қашып кетсем, Хотя var gözde tamam. мен қайтып қашып келетін едім. Да? Атырауға. Такси шақырып та, Яндекс. Яндекс. Так, не тот адрес. Жоқ, мысалы қыздан да айтады ғой, қызға да байланысты. Енді өзің бәрін біліп отырсың ғой Динара. Жауабым. Солай ма? Қашайын деп тұрған қыз екен ғой, негізі дұрыс білмей Бір аяқпен уже қашып тұрған қыз болып тұр ғой. Жоқ енді мүмкін бір не біріміздің болашағымыз енді жұбату ғой ол. Ол бәрібір оған дейін де сезім болғаннан кейін сондай болып жатқан жағдайда мынау жұбату болсын оған деген ойда. Кім біледі, может. Мүмкін ол жыламаған шығар, мүмкін ол қуанышты күйде болған. Ол ары қарай оның өзінің өмірі, иә, ол мен өз жағымнан жасауым керек жест жасадым. Десе де бұл ән деген керемет ән, мен үшін бұл деген бір мен бір жағдай айта кетейін, мен бұрын енді жаңа енді тұрмыс құрып жатқан кезде де өзім жолдасымен кейбірде бір түсініспеушіліктер болып қалады, ұрысып қаламыз, бір спорить етіп қаламыз, соның бәрінде жылап қаласың қыз болғаннан кейін. Сол кезде келіп маған жылама жаным деп. Сол кезде мен айтатынмын, неге сен жаным деп, сол ударениені жанымға қоясың, сен не білмейсің ба осы әнді деп маған күлетін еді. Сол кезде жолдасым маған қосып, мен мына әнге басынан бастап ғашық болып қаламын, сол естіген кезде. Сондықтан біздің Sensation подкастымыздың мақсаты неде? Мақсаты музыкада және келген қонақпен, қонаққа де ән айту, дуэт айту. Менің арманым баяғыдан осы жылама жаным әнін айту еді. Менің арманымды орындап жүрсең, өйткені сен жақсылыққа толы адамсың, жақсылықпен бөлісіп жүресің. Бөлісейік. Салдым әлеш. Керемет болар еді. Ал кеттік. Күңіренген көзде ұқсап тұрғандай бізге махаббаттың гүлі солып қалды ғой төзде ренжімеші көзге сен үмітіңді үзбеп жүрегіңді тыңдап шын бақытыңды ізде жылама жаным кінәламағын тағдырыңның сені мұңдеткенін жылама жаным атады таңың сенің де келер бір көктемің жылама жаным кінәламағын тағдырыңның сені мұңдеткенін жылама жаным атады таңың сенің де келер бір көктемің өкпелейсің кімге қосылмасай мен күнде мәңгі бірге болу жазылды дейсің кімге мен кетермін жырақ тамшымың болып құлап көзге жаңбырменен келіп тұрармын бірақ жылама жаным кінәламағың тағдырыңның сені мұңдеткен жылама жаным атады таңың сенің де келер бір көктемің жылама жаным кінәламағың тағдырыңның сені мұңдеткен жылама жаным атады таңым сенің де келер бір көктемің сені мұңдеткен жылама жаным атады таңың сенің де келер бір көктемің жылама
жаным, кінәламағын, тағдырының сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңың, сенің дегенлер бір көктемнің. Ешқашан жылама. Керемет, бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Ғаділбек Шаңай және де Әділбек домбырашымыз. Әділбек Мақсат. Көріскенше достар. Рахмет. Молодец.